Достар, сіздер мен жіберген архивті жүктеп алғаннан кейін, соның ішіндегі папканы өздеріңізге ыңғайлы жерге қойыңыз. Папканы ыңғайлы жерге қойғаннан соң, сол папканың ішіне кіреміз. Бұл жерде көптеген файлдар болады. Ең бірінші істейтініміз ол, біз бірінші блокнотты ашамыз, яғни links for download. Блокнотты ашқаннан кейін, ең бірінші линкті копировать етеміз, яғни Ctrl-C, және де өзіңізге ыңғайлы браузерді ашыңыз. Ол Chrome, немесе Safari, немесе Firefox, немесе Яндекс болуы мүмкін. Сізге қайсысы ыңғайлы, соны ашыңыз. Мысалға, мен үшін ол Google Chrome. Одан кейін вкладкеге Ctrl-V басамыз, және Enter. Сайттың жүктеу бөліміне кіреміз. Бұл жерде біз Reaper программасын жүктейтін боламыз. Және де тағы да айтып кететін жайт, достар, сіздер де менің істеген қадамдарымды бірге қайталап отырыңыздар. Сол кезде көбірек және тезірек есте қалады. Бұл жерде менде операционный система Windows және 64 биттік. Мен 64 битті жүктеймін. Кімде операционный система macOS, осы бөлімнен macOS-қа арналған Reaper-ді жүктеуге болады. Кімде 32 бит, кімде 64 бит, оны қайдан білуге болады? Ол үшін мой компьютер кіреміз, және де мой компьютердің қалаған бос жеріне мышканың оң жақ батырмасын басып, свойствосына кіреміз, properties, және бұл жерде system type, яғни системаның типі 64 бит деп көрсетілген. Сізде 32 бит деп көрсетілсе, яғни 32 битті жүктейтін боласыз. macOS де сондай, ол жерде рабочий столда about this Mac настройкасына кіріп қарайтын боламыз. Reaper-ді жүктеп алғаннан кейін, папканың ішіне кіріп, немесе дәл сол Chrome'нан қондыруға болады. Ол үшін Reaper-ді басамыз 2 рет үстіне. Reaper программасы ашылады, яғни келесі қадамдар ол қондыру барысы. Бірінші қадам I agree, қабылдаймыз. Екінші қадам келесі next, және yes. Содан кейін install қондыру батырмасын басамыз. Кішкене уақыт күтеміз. Installation complete, яғни Reaper біздің компьютерімізге қондырылды. Close, жабамыз. Бұл жерде Reaper ашылуын сұрап тұр, бірақ әзірше жаба тұрамыз. No. Көріп отырғандарыңыздай, Reaper-дің салмағы өте аз. Мысалға, Windows 64 биттік 13 мегабайт. Өте жеңіл программа, және тез. Келесі, блокнотқа қайта кіреміз. Екінші қадам. Екінші линк таңдаймыз, Ctrl-C. Жаңадан вкладка ашамыз, Ctrl-V. Enter. Бұл бізде SOS Extension, яғни Reaper-дің мүмкіндігін арттыратын программа. Бұл жерде JS плагиндері бар, және де көптеген экшендер бар. Оны практика жөнінде көретін боламыз. Ол үшін кімде Windows 32 бит, кімде Windows 64 бит, кімде macOS X, қалаған программаңызды осы жерден жүктеп алайық. Менде мысалға Windows 64 бит. Жүктейміз. Жүктеліп болғаннан кейін SWS программасын тауып аламыз. Және үстінен 2 рет басамыз. Yes таңдаймыз. Және қабылдаймыз. Келесі батырмасы. Install. Close. Мүмкін macOS X бағдарламасында басқаша болуы мүмкін. Яғни ол жерде сіз тек қана плагинді Reaper-дің ресурсына көшіресіз. Ол жерде толық жазылған қалай істелу керек екенін. Немесе мен келесі алдымыздағы сабақтарда тағы да көрсетіп кетемін. Барлығы қондырылғаннан кейін Reaper-ді ашамыз. Reaper-ді ашылғаннан кейін сізде 5 секунд уақыт бар, яғни күтесіз. 5 секундқа қарамай сіз жұмыс істеуіңізге де болады. Ал сізге About Reaper терезесі кедергі жасамау үшін тек қана Still Evaluating дегенді басамыз. Бұл не үшін? Reaper ол бесплатны программа емес. Яғни оның лицензиясы шамамен $70 тұрады. Бірақ сіз Reaper-ді официальный сайтынан жүктесеңіз, оны шектеусіз, яғни демо вариантысыз-ақ шексіз қолдана аласыз. Келесі кнопка Still Evaluating басамыз.